Барлықтарыңызға сәлем. Сіздерді каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін витаминдер биохимиясын жалғастыратын боламыз. В6, В5 және H дәрумендері. Пантотен қышқылы D, 2,4-дигидрокси, 3,3 диметилмай қышқылы және бета-аланиннен тұрады. Ол екеуі бір-бірімен амидті байланыс арқылы байланысқан. Енді пантотен қышқылының сипаттамасына келсек, пантотен қышқылы ақ түсті, майда кристалды ұнтақтар, суда жақсы ериді. Өсімдіктерде және микроорганизмдерде синтезделеді. Жануарлар және өсімдік тағамдарында көптеп кездеседі. Бұл жұмыртқа, бауыр, балық, ет, сүт, ашытқы деген секілді өнімдерде, сонымен қоса адам ішегінде пантотен қышқылы аздаған мөлшерде ішек таяқшасымен синтезделеді. Пантотен қышқылының тәуліктік мөлшері 10-12 мг құрайды. Биологиялық қызметтері: пантотен қышқылы жасушаларда 4 фосфопантотеин және коэнзим А коферменттерінің синтезі үшін қажет. Бұл екі құрылым, яғни біріншісі 4 фосфопантотеин, бұл пальмитойл синтаза ферменттік комплекстің жұмысы үшін қажет, ал коэнзим А бұл катаболизмнің жалпы жолдарындағы реакцияларда ацетил топтарын тасымалдауға, май қышқылдарын белсендендіруге, холестерин және кетонды денелердің синтезіне, ацетил глюкозаминдер синтезіне, сонымен қоса бауырдың залалсыздандыру қызметі үшін қажет. Пантотен қышқылының жетіспеушілігі адам және жануарларда әртүрлі дерматиттер, эндокринді жүйенің дистрофиялық өзгерістері, жүрек, бүйрек органдарының бұзылыстарына және жануарларда түктің түсуі, шаштың түсуі, пигментсіздену, тәбеттің болмауы, жүдеу секілді көріністері болады. Адамда пантотен қышқылының жеткіліксіздігі бұл өзге де витаминдердің гиповитаминоздармен бірге жүріп, осы витаминоздардың біріккен түрі дамуы мүмкін. Әрі қарай екінші витамин пиридоксин. В6 дәрумені құрылысы негізіне пиридин сақинасы жатады, және В6 дәруменінің 3 түрі бар. Бұл пиридоксоль, пиридоксаль және пиридоксамин түрлері кездеседі. Олардың биологиялық белсенділігі бірдей болып табылады. 3 түрі де түссіз кристалдар және суда жақсы ериді. Адам үшін В6 дәруменінің көзі бұл жұмыртқа, бауыр, сүт, жасыл бұрыш, бидай, ашытқы секілді тамақ өнімдері және өзге де витаминдер секілді ішек микрофлорасынан синтезделеді. Және тәуліктік мөлшері 2-3 мг құрайды. В6 дәруменінің биологиялық рөліне келетін болсақ, В6 дәруменінің барлық түрлері организмде пиридоксоль фосфат және пиридоксамин фосфат секілді коферменттер синтезі үшін қажет. Коферменттер пиримидин сақинасындағы 5-ші орында орналасқан пиридоксаль фосфат киназа деп аталатын фермент арқылы және АТФ қатысында фосфорлану нәтижесінде түзіледі. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, В6 дәрумені пиридоксаль, АТФ пен қосылу нәтижесінде пиридоксаль фосфат коферменті түзіледі. Ал пиридоксаль ферменттері амин қышқылдары алмасуында шешуші рөл атқарады. Амин қышқылдарының трансаминдену және декарбоксилдену реакцияларын катализдейді, және кейбір амин қышқылдары метаболизмінде серин, трианин, триптофан құрамында күкірті бар ерекше реакцияларына қатысады. Сонымен қоса гем синтезіне де қатысатын маңызды кофермент болып табылады. В6 дәруменінің жетіспеушілігі балаларда орталық жүйке жүйесінің шамадан тыс қозғыштығына, қайталанып тұратын қамықы жетіспеушілігіне байланысты аяқ-қолдың тартылуына алып келеді. Сонымен қоса дерматиттердің ерекше түрлері дамуы мүмкін. Ересек адамдарда туберкулезді емдеуде ұзақ уақыт изониазид препаратын тағайындаған кезде В6 дәруменінің гиповитаминозы дамиды. Себебі изониазид бұл В6 дәруменінің антагонисті болып табылады. Келесі дәрумен биотин, яғни H дәрумені. Биотин дәруменінің негізіне теофен сақинасы жатады, оған мочевина молекуласы қосылған. Ал бүйірлік тізбегі валериан қышқылынан тұрады. H дәрумені негізінен барлық табиғаты жануар және өсімдік өнімдерінде кездеседі. Бұл дәрумен бауыр, бүйрек, жұмыртқа сарыуызында деген секілді кездеседі. Қалыпты жағдайда адам биотинді ішекте бактериялардың синтезі арқылы синтездеп алады. Тәуліктік мөлшері 10 микрограммды құрайды. Биотин дәруменінің биологиялық рөлі: биотин дәрумені өзінің коферменттік қызметін карбоксилаза ферментінің құрамында атқарады.
карбоксилаза ферменті, яғни мына суретте көрсетілген биотин дәрумені, оған бізде СО2 және АТФ қатысу нәтижесінде карбоксилаза ферменті және СО2-ның белсенді түрінің түзілгендігін көруге болады. Және биотин дәрумені сонымен қоса ацетил коэнзимадан малонил коэнзим Аны түзуге, порин сақинасы синтезіне, сонымен қоса пирожизм қышқылының карбоксилденіп оксалоацетат түзу реакцияларына қатысады. Бұл реакциялардың барлығы биохимиялық маңызды реакциялар болып табылады. Биотин дәруменінің жетіспеушілігі, яғни авитаминозы, антибиотиктерді немесе сульфанил амидтерді көп пайдаланған кезде ішек дисбактериозында байқалады. Немесе шикі жұмыртқаны көп тұтынғанда байқалуы мүмкін. Шикі жұмыртқаның құрамында авидин протеині бар, ол биотинмен жақсы байланысып, оның сіңірілуін нашарлатады. Биотин жетіспеушілігі қызару, терінің қабыршықтануы, сонымен қатар тер бездері жұмысының стимуляциясына байланысты дерматиттерді дамытады. Биотин дәрумен жетіспеушілігі жануарлар түктерінің түсуіне, шаштың түсуіне әкеледі. Сонымен қоса тырнақ зақымдалу, бұлшықеттің ауырсынуы, шаршау, ұйқы басу, депрессия деген секілді әсерлері бар. Назарларыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз және бұл каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.